Нәпсіні жеңу бір күндік іс емес, өмір бойы жүретін тәрбие. Бірақ дұрыс амалдармен оны әлсіретіп, жүректі күшейтуге болады. Исламда нәпсімен күресу үлкен жихад деп аталады. Ниетті түзету. Ең алдымен өзіңе сұрақ қой. Мен не үшін өзгергім келеді? Алла разылығы үшін бе? Ниет таза болса, күрес те жеңілдейді. Күн сайын Алла нәпсімді тәрбиелеуге көмектес деп дұға жаса. Намазды күшейту. Намаз нәпсіні тежейтін ең күшті құрал. Уақытында ықыласпен оқылған намаз адамды жамандықтан сақтайды. Әсіресе таң намазы, тахажуд, мүмкін болса ораза ұстау. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын. Ораза қалған. Аптасына 12 рет нәпіл ораза ұстау, дүйсенбі, бейсенбі нәпсіні әлсіретеді. Тілді және көзді қорғау. Нәпсі көбіне артық сөйлеу, бос видео, телефон, харамға қарау арқылы күшейеді. Сондықтан аз сөйле, артық контенттен сақтан. Көзіңді бақыла. Жалғыз қалғанда да тәртіп. Нәпсі көбіне адам жалғыз қалғанда жеңеді. Сол кезде зікір айт, Құран тыңда, пайдалы іспен айналыс. Жақсы орта. Кіммен жүрсең соған ұқсайсың. Тақуа, сабырлы адамдармен араласу нәпсіні жеңілдетеді. Сабыр және тұрақтылық. Бір күнде бәрі өзгермейді. Кейде жеңесің, кейде жеңілесің. Маңыздысы қайта тұру. Кішкентай амал, бірақ тұрақты болса үлкен жеңіс. Қысқа амал жоспары. Күнде 5 уақыт намаз. Күнде 1015 минут зікір. Аптасына 1 ораза. Телефон артық нәрсені азайту. Жақсы орта. Дұға. Алла, нәпсімді жамандықтан сақта, жүрегімді тазарт, мені сабырлы құлдарыңнан ет. Егер айтсаң, қай нәпсімен күресу қиын? Ашу, жалқаулық, күнә, тәттіге құмарлық, телефон, тағы басқа.